Аш қарынға су ішу қытайлардың дәстүрлі іс шарасы саналады екен. Қытайда аш қарынға ең алдымен ыстық су ішу міндетті. Тіпті олар шайды жүрген жерлерінде де термосқа құйып алып жүретін көрінеді. Сонымен қатар кез келген мейрамханасынан қайнаған су сұрап ішуге болады. Бұл олар үшін үйреншікті жағдай болып қалыптасқан. Қытайлардың түсінігінше, бір стақан жылы су ағзадағы зиянды шлактар мен токсиндерді шығарып, иммунитетті нығайтады, көңіл күйді көтеріп, зат алмасуды жақсартады, арықтауға көмектесіп, ісікті кетіреді. Бұдан бөлек жасаруға да септігін тигізіп, ішек жұмысын қалыпқа келтіреді. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стақан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Неге аш қарынға жылы су ішу керек? Адам ағзасының ішкі температурасы 38 градусты құрайды. Сол себепті де салқын немесе бөлме температурасындағы суды ішкенде ас қорыту жүйесіне ауырлық түседі. Себебі ағза суды 38 градусқа дейін жылытуы керек. Бір сөзбен айтқанда, жылы су ағзаға өте пайдалы су саналады. Адам ұйықтап жатқанда ағза барынша жұмыс істейді. Күнімен жиналған зиянды токсиндер мен шлактар ыдырай бастайды. Осылардың бәрін таңертең жылы сумен айдап шығу керек болады. Таңертең аш қарынға ішкен жылы су ішек қарын аймағына жиналған шырышты жуады. Ішектің қабырғаларын тазалап, ондағы токсиндерді айдайды. Сосын ішек қарын жүйесі іске қосылып, ары қарай жүре бастайды. Су иммунитетті нығайтады. Ішек адам ағзасындағы иммунды мүшелердің бірі. Жылы су оның жұмысын жақсартып, үнемі тазартып отырады. Сонымен қатар, жылы су ағзаға қажетті нәрлі заттарды тасымалдайтын лимфа жүйесінің жұмысын жылдамдатады. Мұның иммундық жүйе үшін пайдасы зор. Жылы су көңіл күйді көтереді. Жылы су ағзадағы кейбір гормондардың түзілуіне септігін тигізеді екен. Әсіресе қуаныш гормоны саналатын эндорфин гормонын түзеді. Бас ауырып тұрғанда жылы су ішетін болсаңыз, ауырғаны басылып, көңіл күйіңіз көтеріліп шыға келеді. Зат алмасуды жақсартып, арықтауға көмектеседі. Диетологтар бұл болжамды растап отыр. Жылы су ішек қарын арқылы өтіп, зат алмасу жүйесін 3 есеге арттырады екен. Осындай жылдамдықтың арқасында ағзадағы тіндер кислородпен қанығып, көбірек калория жоғалтатын болады. Сөйтіп, сіз де арықтай бастайсыз. Тіпті мұндайда ең проблемалы аумақтар бел, бөксе, сандағы майлар да жиырылады екен. Жылы су ешбір қоспасыз-ақ несеп айдайтын қасиетке ие. Егер сіз күн сайын таңертең аш қарынға жылы су ішетін болсаңыз, аз күнде ақ ісіктің басылғанын байқайтын боласыз. Оның үстіне жылы су бүйрекке тас жиналудың алдын алады. Терінің құрғауы оның қалпына келуіне кері әсерін тигізеді. Сондықтан да әр күн сайын жылы су ішу жасаруға алып келеді. Сол себепті де суды 40 градусқа дейін қыздыруды әдетке айналдырыңыз. Жүрек, қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғарғы қышқылдықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Жылы суды кімдерге ішуге болмайды? Асқазанында ойық жарасы барларға, гастритпен ауыратындарға мұндай суды ішпеген дұрыс. Оның орнына қайнаған бөлме температурасындағы суды ішкен абзал.
Достар, бүгін менің дайындаған аш қарынға су ішу пайдасы туралы ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.